Сәлем достар, натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілер тақырыбына берілген С тобының есептерін бірге қарастырайық. 235 жұлдызшалардың орнына тиісті цифрларды қойып, 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңдар дейді. Асына қарайық. 5-ке 9-ды қоссақ 14, бізде 3-ке бөлінетін сан 15. Ең кішісін жазу үшін біз не істейміз? 1-ді қосамыз, 15 бөлінеді. Олай болса 5091. Келесі, мына жерге 3-ке 4-ті қосамыз 7. Бізге 9 жасау керек. Олай болса мен 2 цифрын қосамын. 30042 болады. Келесі, 7-ге 1-ді қосамын 8. Бізге 9 саны 3-ке бөлінеді. Сонда бір цифрын алдына қойып жазам. 1710 болады. Келесі, 2-ге 7-ні қосамыз 9, 9-ға 1-ді қосамыз 10. Бізге 12 цифры болу керек. Олай болса, мен 20271 деп жазам. Ең кішісін жазу керек болған себептен. Г. Бізге 4-ке 1-ді қоссақ 5, 6 саны 3-ке бөлінеді. Мен бір цифрын қосып жазам. Олай болса, 1041. Келесі, 4-ке 2-ні қосамыз 6, 6-ға 1-ді қосамыз 7. Бізге 9 бөлінеді. Олай болса, мен мына жерге 1-ді қоямын. Сонда 14121 санын жазам. Келесі, 6-ға 7-ні қосамын 13. Менде 15 бөлінеді, 3-ке. Енді 2-ні ең соңына қосамын. 6072 болады. Келесі, 6-ға 2-ні қосамыз 8, 8-ге 3-ті қосамыз 11, 12 бізде 3-ке бөлінеді. Бір цифрын қосып жазам. 60231. Екіншісі, жұлдызшаның орнына тиісті цифрларды қойып, 9-ға еселік сандарды жазыңдар дейді. Мына жердегі цифрларды қоссақ 15, бізге 3 жетпейді. Бұл жерде ең кішісін жаз деп тұрған жоқ, сондықтан кез келген жерге, өзіміз қалаған жерге сандарды қойып жазсақ болады. Олай болса, 3 цифр жетпейді. Мен 22761 деп жазам. Келесі, 3-ке 8-ді қоссақ 11, 11-ге 6-ны қоссақ 17, бізге 1 жетпей тұр. Олай болса, 38160 деп жазам. Келесі, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11-ге 3-ті қоссақ 14, бізге 4 жетпей тұр. Мына 2-2-ден бөліп жазам. 24723 болады. Келесі, 7-ге 3-ті қоссам 10, 18 болып тұр. Мен тек 0-дерді ғана жазам. 73080. Келесі, 3-ке 1-ді қоссам 4, маған 9 болу үшін 5 жетпей тұр. Мен мұнда 3 пен 2-ні бөліп жазам. 30312. Келесі, 2-ге 3-ті қосам 5, 9 болу үшін маған 4 жетпей тұр. 2-2-ден бөліп жазам. 22320. 236. Гүлдананың осыдан 3 жылдан кейінгі жасы, осыдан 3 жыл бұрынғы жасынан 3 есе артық. Гүлдана қазір неше жаста? Гүлдананың қазіргі жасын X деп қояйық. 3 жыл бұрынғы жасы X азайтылған 3 деп қояйық, ал 3 жылдан кейінгі жасы X қосылған 3 деп қояйық. Енді бізге айтады, осыдан 3 жылдан кейінгі жасы, мынау жасы 3 жыл бұрынғы жасынан 3 есе артық дейді. Яғни Гүлдана қазір неше жаста? Олай болса, мен қалай жазсам болады? Осы жасты 3-ке көбейтсем, мен мынау жасқа теңестіре алам. Сонда 3 көбейтілген X азайтылған 3 тең болады X қосылған 3-ке. Екеусі тең болады екен. Енді жақшаны ашам. 3X азайтылған 3-ті 3-ке көбейтем. 9 тең X қосылған 3. X-тарды жинайым, сандарды жинайым. 3X азайтылған X тең 3 қосылған 9. 2X тең болады 12. X тең 12-ні 2-ге бөлеміз 6. Гүлдананың жасы қазір 6-да екен. Енді тексеріп көрейік. 3 жыл бұрынғы жасы ол 3-те, 3 жылдан кейінгі жасы 9-да. Енді бізге айтып тұр, осыдан 3 жыл кейінгі жасы, осы 9 деген жасы 3 жыл бұрынғы жасынан
3 есе артық. 3 есе артық па? Артық, иә. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 шығады. Сонда жауабы Гүлдана қазір 6 жаста. 237. Біріншісі, мына көбейтінділерінің қайсысы 15-ке бөлінеді, оны теріп жазып, 15-ке бөліп, бөліндіні табыңдар дейді. Мына сандар бізге 15-ке бөліну үшін, ол сандар 5-ке және 3-ке бөліну керек. Сонда ол 15-ке бөлінеді деп айта аламыз. Қарастырайық. 21 көбейтілген 5 15-ке бөліну керек. Енді қарайық. 21 бізде 7 көбейтілген 3 деп жазсақ болады. Енді осы жерде 3 пен 5-ті көбейтсек 15-ке тең, солай ма? Олай болса 7 көбейтілген 15 бөлінген 15. Сонда 15 пен 15-ті бөлсек 1 шығады. Сонда жауабы 7 екен. Келесі 29 көбейтілген 3 15-ке бөліне ма дейді. Мына жерде 29 бізде жай сан, ол 29-ға ғана бөлінеді және 1-ге ғана бөлінеді. Олай болса бұл 15-ке бөлінбейді екен. 25 көбейтілген 3 15-ке бөліне ма? Біз 25-ті 5 көбейтілген 5 деп жазсақ болады. Олай болса, мына жердегі 5 пен 3-ті көбейтіп 15 деп жазам. Сонда жауабы 5 шығады. Келесісі 16 көбейтілген 5 15-ке бөліне ма? 16 бізде 4 көбейтілген 4, немесе 8 көбейтілген 2. Ол бізде 3-ке бөлінбейді. 16, олай болса, біз мына жерде 15-ке де бөле алмайды екенбіз. Келесі 5 көбейтілген 15 өз айтып тұр 15-ке бөлінеді. Сонда жауабы 5 шығады екен. Келесі екіншісі, мына көбейтінділерінің қайсысы 45-ке бөлінеді? Олардың теріп жазып 45-ке бөліп бөліндіні табыңдар. Бізге 45-ке бөліну үшін 5 және 9 сандарына бөліну керек. Сонда ол 45-ке де бөлінеді. Көрек, 18 көбейтілген 5 45-ке бөліне ма? 18 дегеніміз 2 көбейтілген 9. Бізде 2 көбейтілген 9 бесім 45. Олай болса, бұл сан 45-ке бөлінеді екен. Жауабы 2. Келесі 17 көбейтілген 9 45-ке бөліне ма? 45-ке бөлінбейді. Себебі біз мына жерде 17 5-ке бөлінбейді. Сол себептен ол 45-ке де бөлінбейді. Келесі 27 көбейтілген 5 45-ке бөліне ма? 27 дегеніміз 3 көбейтілген 9 көбейтілген 5 бөлінген 45 деп жазамыз. Яғни 3 көбейтілген 9-ды 5-ке көбейтем 45. Яғни бұл сан 45-ке бөлінеді деп айтамыз. Жауабы 3. Келесі 65 көбейтілген 9 45-ке бөліне ма? 65 дегеніміз 13 көбейтілген 5 көбейтілген 9 бөлінген 45. 45-ке бөлінеді деп айта аламыз. 13 көбейтілген 45 бөлінген 45. Жауабы 13 шығады екен. Келесі 71 көбейтілген 9 45-ке бөліне ма? 45-ке бөлінбейді, себебі 71 5-ке бөлінбейді. 5-ке бөлінбесе, ол 45-ке де бөлінбейді. Келесі 135 көбейтілген 5 45-ке бөліне ма? 135 дегеніміз бізде 15 көбейтілген 9 көбейтілген 5 бөлінген 45 деп жазам. Яғни 45-ке бөлінеді екен. 15 көбейтілген 45 бөлінген 45. Сонда жауабы 15 шығады екен. 238. Қағаздан 2 бала 4 минутта 3 ойыншық қайық жасайды. Неше бала 8 минутта 6 ойыншық қайық жасайды? Екінші, неше бала 4 минутта 6 ойыншық қайық жасайды? Біріншісі, бізге айтып тұр 2 бала
4 минутта 3 ойыншық жасайды дейді. Енді неше бала дейді, x деп қояйық. Неше бала 8 минутта 6 ойыншық жасайды. Енді бұны қалай шығарамыз? 2 сызық қоямыз, 4 3-ке көбейтеміз 12. Мына жерде x сызық қоямыз, 8 6 48. Енді x тең, мына жерде 2-ні 48-ге көбейтеміз. Оны бөлеміз 12-ге. 2-ні 48-ге көбейтсек 96, 96-ны 12-ге бөлсек 8. Сонда бізде 8 бала ойыншық жасайды екен. 8 бала 8 минутта 6 ойыншық жасайды. Енді екіншісі, бізге берілгенін тағы да жазып қоямын. 2 бала 4 минутта 3 ойыншық жасайды деп. Енді бұл жерде екіншісінде неше бала деген жерге мен y-ті қоям. 4 минутта 6 ойыншық жасайды дейді. Енді жазайық. 2 сызықша қоям, 4 3-ім 12. Y сызықша қоям, 4 6-ым 24. Енді осы жерде y-ті табамыз. Ол үшін 2-ні 24-ге көбейтемін. Бөлемін 12-ге. 2-ні 24-ге көбейтсем 48, 48 12-ге бөлсем 4. Сонда жауабы 4 бала 4 минутта 6 ойыншық жасайды екен. 239 өрнектің мәнін табыңдар. Өрнектің кестедегі жауаптарымен бір бағанға оның тұсындағы әріптерді қойыңдар. Сонда кестеден дүниежүзіндегі ең биік шыңның атын оқисыңдар дейді. В-ны шығарайық. Мына жерде бірінші көбейтуді орындаймыз, одан кейін қосуды орындаймыз, ең соңында бөлуді орындаймыз. 3535 бөлінген жақшаның ішінде 316 қосылған 21-ді 9-ға көбейтсек 189 болады. Келесі 3535 бөлінген 316-ға 189-ды қоссақ 505 болады. 3535-ті 505-ге бөлсек 7 шығады. 7 бізде В екен. Келесі бірінші көбейтуді орындаймын, екінші азайтуды орындаймын, үшінші бөлуді орындаймын. Көбейтуді орындасақ бізде 2223 шығады. Азайтылған 1223 бөлінген 125. Енді қарайық, мына жерде жақшаның ішінде 1000 шығады. 1000-ды 125-ге бөлсек 8 шығады. Сонда 8-ге әрпін жазамыз. Т-ны шығарайық. Мына жерде 845-ті жазып қоямын. Бөлінген 61-ді 15-ге көбейтеміз. 915 азайтылған 746. Енді 915-тен 746-ны азайтайық. Ол бізде шығады 169. Енді екеуісін бөлсек 5 шығады. Ол бізде мына жерде 58-ді 26-ға көбейтсек 1508. Азайтамыз 761-ді. Бөлінген 83 деп жазып қояйық. Енді осы екі сандарды азайтсақ 744 шығады. Енді оны 83-ке бөлсек 9 шығады. Әрпі мында және мында бар. Келесі. Бірінші көбейтуді орындаймыз. Одан кейін мына көбейтуді орындау керек. Одан кейін қосамыз. Ең соңында бөлеміз. Бірінші көбейтуді орындасақ 7128 бөлінген 814-ті жазып қоямын. Қосамыз 121-ді 8-ге көбейтсек 968. 7128 бөлінген, мына екі санды бір-біріне қоссақ 1782 шығады. Енді бөлсек 4 шығады. Олай болса С әрпі мында екен. Келесі, бірінші бөлуді орындаймын, екінші мынаны орындаймын, үшінші азайтуды, соңында көбейтуді орындаймыз. Мына жерде екі санды бір-біріне бөлсек 12 көбейтілген. Көбейтуді орындасақ 9030 азайтылған 9025.
Сонда 12 көбейтілген, мына жерде 5 шығады. Ол 60-қа тең екен, иә? Сонда бізде Эверест шықты.